Сәлем оқырмандар, бүгін сіздермен бірге 3 сағаттан ғана тұратын керемет салатпен бөлісетін боламын. Пайдалы кеңестер каналына тіркеле кетіңіз. Алдымен осындай брокколи керек болады, өте дәмді салатымыз керемет болып шығатын болады. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Алдымен брокколимізді осылай жуып алатын боламыз, жақсылап. Сосын осылай көлемде етіп турап алатын боламыз. Бұл туралған бөліктерді суға қайнатып алатын боламыз. Міндетті түрде осы салатты жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Жасап көріп жатсаңыздар, міндетті түрде комментарийға жазып, қолдау білдіріп, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Осылай бәрін біркелкі етіп турап болғаннан соң, міндетті түрде қайнап тұрған суымызға 1 шай қасықтан сәл көптеу тұз қосып, үстіне брокколиді салып, жақсылап қайнатып алатын боламыз. Міндетті түрде вилкамен тексеріп тұрыңыздар, піскен кезде өзі білінетін болады, жұмсарып. Қатты жұмсартып пісірудің қажеті жоқ, өйткені езіліп кетуі мүмкін. Осылай піскен брокколиларымызды міндетті түрде мұздай суға салып алатын боламыз. Сосын қайнатылған 4 жұмыртқамызды 4 бұрышты етіп турап аламыз. Өте пайдалы салаттардың бірі және өте оңай дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, қолдау білдіргендеріңіз үшін алғыс айтамын. Жұмыртқамызды осылай турап болғаннан соң, брокколиді үлкендеу көлемде етіп турап алатын боламыз. Барлығын осылай ұзындау көлемді етіп турап аламыз. Мөлшерін өздеріңіз қалауларыңызша азайтсаңыздар болады. Кім брокколиді жақсы көретін болса, брокколиді көбірек, жұмыртқаны азырақ салса болады. Немесе жұмыртқаны көбірек, брокколиді аздау етіп салсаңыздар да болады. Өз қалауларыңызға байланысты. Бұл турап алған брокколиді жұмыртқаның үстіне салып, екеуінің үстіне осылай консерватив жүгеріні салып алатын боламыз. Толығымен салып, үстінен майонез саламыз және қара бұрышты тұзды салып, біркелкі етіп араластырып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді салат болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Салатты жасап жатсаңыздар, ас болсын. Қолдауларыңыз үшін рахмет. Міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіздер. Алдағы күндері бұдан да керемет рецептермен, пайдалы кеңестермен және қызықты ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Міндетті түрде каналға тіркеліп, видеоларды жіберіп алмаңыздар. Келесі видеода кездескенше.